Құрметті менің каналымның тыңдаушылары, мен бүгін сіздерге өгіз деп аталатын ертегі айтып беремін. Егер сіздерге менің каналымдағы ертегілер ұнаса, онда каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал ертегіні бастайық. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың жалғыз сиырлары бар екен. Олар сол жалғыз сиырдың сүтін қорек етіпті. Сиырдың бұзауы сүтке жармағандықтан өле беріпті. Бірде шалы: кемпір, ашықсақ ашығайық, бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз, енді сиырды саумай-ақ қой дейді. Кемпірі: жарайды, саумасам саумайын, бұзауы уызға жарысын дейді. Бірнеше күннен кейін сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да, ашықса да, сиырды саумай, барлық сүтін бұзауына береді. Енесінің бар сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болып шығады. Күндердің бір күнінде ол өзінің семіздігіне масаттанады. Осындай зор, сұлу денеммен мына бір жаман сиырлардың ішінде жайылып жүргенім лайықсыз екен. Түйелерге барып қосылғаным дұрыс шығар деп ойланады өгіз. Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша түйе болуға тырысып бағады. Олардың жеген шөбін жейді, алыс шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып, шыдай алмайды. Әбден өлетін болдым. Жылқыларға барайын. Олар түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар дейді. Сөйтіп, жылқыларға қосылады. Жылқылар ішінде жүргенде оған жайсыз болады. Соларға ілесіп қатарларынан қалмай шауып жүрем деп әбден шаршайды. Бір күні жылқыларға қасқыр тиеді. Жылқылар дүркірей қашады. Бұл ілесе алмай айдалада қалып қояды. Жылқылар қашып кетеді, өгіз қора қасқырдың қоршауында қалады. Мө, құтқарыңдар мені, құтқарыңдар, мө, кім бар маңайда, мө, деп мөңірейді өгіз. Бұл не айқай? Құлақ түріңдерші. Таныс дауыс қой өзі. Қайдан шыққан дауыс? Жүріңдер, жота асып қарайық, дейді сиырлар. Табын сиыр жотаға шықса, сол баяғы өздерін менсінбей жылқыларға, түйелерге барып қосылған өгіз қасқырлардың қоршауында қалған екен. Олар өгіздің жаман қылығына ешбір кек сақтамастан, өгізді қасқырлардан құтқарып алады. Сонда өгіз: мен сендерді ренжіттім, өз туыстарымнан бөлініп кеттім. Ақылсыздығымнан осындай жағдайға тап болдым. Тату болған туыстармен бір жүрген қандай жақсы. Бөлінгенді бөрі жейді деген осы екен ғой дейді. Кешіріңдер мені, мө, деп кешірім сұрапты өгіз.